Абыз қария ақсақал Өтебай. Мектепке келе жатыр. Мен Ғалымжан Өтебай. Қазақбайұлы. Мен осы. Атам. Өтебай салдырған мектептің алғашқы түлегімін. Ата, бізге әңгіме айтып беріңізші. Ботбай деген кім болған? Ертеде. Ешкі жөні бөртеде. Қаратаудың баурайында, сулы-нулы жайлауында Сіргеліден тараған батыр, 4 ағайынды жігіт өмір сүріпті. Үлкені Мамыр. Өте ауқатты. Бай кісі болыпты. Інілері Қонақбай, Ізбасар, Ботбай. Үшеуі де ер жүрек. Батыр болыпты. Әсіресе Ботбай. Шабандос, палуан кісі болыпты. Қай жерде көк бар, қай жерде жиын. Үлкен астарда. Иығы жерге тимеген батыр екен. Бірде Ботбай. Үлкен көкпардан қайтып келе жатып, Мамыр ағасының бір сәйгүлік аты болған екен. Сол сәйгүлікті келесі көкпарға мініп бармақ болып, ағасының ауылына қарай аттың басын бұрыпты. Шіркін жануар, нағыз тұлпардың сәйгүліктің өзі еді. Өте жарау. Сауырынды, жал құйрығы төгілген. Аяқ тастасы, 4 тұяғы тең түскен. Шашасына шаң жұқпайтын. Жүйрік мал еді. Ассалаумағалейкум аға. Мал. Жан аман ба? Хәліңізді білгелі. Ат басын бұрдым. Уағалайкум ассалам. Кел Ботбай. Кір үйге. Не бұйымтайың бар еді? Бұйымтайым. Сізден атыңызды сұрағалы келдім. Ботбай. Ол сәйгүлік. Көкпарға шабатын ат емес. Ол жүйрік ат. Тек бәйгеге шабатын. Көкпарда сырғасы айнып кетеді. Аға. Сонда атыңызды маған беруге қимай тұрсыз ба? Ал ондай болса, мен кеттім. Әй Ботбай. Тоқта. Деген Мамырдың сөзіне құлақ аспай. Ботбай. Атына мініп, өз ауылына қарай шаба жөнеледі. Арада 3-4 ай өткенде қырғыздар Мамырдың сәйгүлігін барымталап кетеді. Мамыр бұл жайттан хабардар болған соң 3 інісін шақыртады. Ассалаумағалейкум. Мамыр аға. Ассалаумағалейкум. Мамыр аға. Ассалаумағалейкум. Мамыр аға. Менің сәйгүлігім жоғалды. Үшеуіңнің қайсың? Сәйгүлігімді тауып келсеңдер. Мен сол сәйгүлікті сыйға беремін. Мамыр аға. Рұқсат етсеңіз мен тауып келейін. Иә. Ботбайды жібергеніңіз абзал. Мен де осы сөзіңізді құптаймын. Ботбайдың барғаны дұрыс. Ал онда Ботбай. Мен рұқсатымды бердім. Жолың болсын. Мамыр ағаның сәйгүлігін жердің астына кірсе де тауып келемін. Ботбай. Жан-жақтан сұрау салып, атты іздеп жол жүріп кетеді. Бұл уақыт көктемнің жауын шашыны көп кез болатын. Ботбай. 2 күн жүріп, Талас өзеніне келеді. Талас өзені бұрқырап буырсанып, арнасынан толып ағып жатыр екен. Бір өткелдеу жерінен атыменен жүзіп өтіп, бір қырдың төбесіне келіп, жан жағына шолып қараса, бір үлкен үйір жылқыны Мамырдың сәйгүлігі үйіріп, қайтарып жүр екен. Ботбай атына қарғып мініп, үйірге жақындағанда, Мамырдың сәйгүлігі үйірден оқшауланып, Ботбайдың иісін танып, оқыранады. Өйткені сәйгүлікті қолын кезінен Ботбай өзі қолдан жем беріп баптаған болатын. Ботбай ұрымтал тұстан үйірдің басын елге қарай қайырып бұрады. Дәл осы кезде
Үйірді сырттай бақылап жүрген күзетші жігіттер Ботбайға қарай дүрсе қоя береді. Ботбай әлгі жігіттерге қарсы шығып, аттарының үстінен аударып, күл талқандарын шығарады. Айғырдың өзі ақ туған жерге қарай үйірді айдай жөнеледі. Бір шетінен қаумалап Ботбайда үйірді қуа жөнеледі. Талас өзеніне келгенде үйірді айғыр қуып, өткелден жүздіріп, арғы бетке бірақ шығарады. Талас өзенінің жағасына Ботбай шауып келгенде 13 жасар қырғыз қызы бәлкім су алуға келді мекен, өзеннің жағасына келіп қалады. Бұны көрген Ботбай салып ұрып, әлгі қыздың қасына жетіп барып, қыздың білегінен ұстап, атына мінгестіріп алады. Сол күйде Талас өзенін жүзіп өтіп, үйірді айғырмен айдап, 13 жасар қызды Мамыр ағасына сыйға тартады. Сол күйде Талас өзенін жүзіп өтіп, үйірді айғырмен айдап, 13 жасар қызды Мамыр ағасына сыйға тартады. 13 жасар қырғыз қызды Мамыр бөлек отау тіктіртіп, қыздың 17-ге келгенін күтеді. 17-ге келген кезінде некесін қидырып, әйелдікке алады. Ал қырғыздар болса, өз кінәләрін түсініп, әрі Мамырдың үш бауырларынан аяқтарын тартып, барымта жасамайды. Сол қырғыз әйелінен Мамырдың ұрпағы күні бүгінге дейін Ақмешіт ауылында өмір сүріп жатқан жайлары бар. Балалар, тарихымызды біліп, жадымызда сақтап жүрейік.